Қайырлы күн, барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін Қапшағайға, пляжға демалысқа келдік. Мына жағы таза, күшті екен. Блог салатын боламын ютубқа. Мына жағынан тапшанға орналастық. Қазір әртүрлі видеолар салатын боламын. Суға түсіп жатырмыз. Мына бала мына жақта құм ойнап отыр. Күшті демалыс болып жатыр бізге. Мен қазір енді түсем. Мына жақта мамам, күйеуім бәрі түсіп жатыр. Қазір мен киімді ауыстырып келем, потом суға түсем мен. Қараңыздар, күшті Қапшағай. Аяғыңда байла дияс. Тастар, мынандай жағажайдың барлығы. Тас, күшті. Ойбай. Адам жоқ, мына жақ рахат, күшті. Телефон құртасын. Мамам жүзіп жүр суда, Қапшағайдың суында. Мамам Қапшағайдың суында жүзіп жүр. Суға түспейді деген мамам суға түсіп жүр. Суға түспейді мамам, суға түспейді мамам дегендер. Күшті, ана жақ күшті екен. Әне, әжелер жүзіп жүр рахаттан. Ау! Күн, бізде бүгін демалыс, жазғы демалыс. Қапшағайға келдік, пляжға. Мамамды алып келдік. Қазір көреміз. Мамам келіп тұр бірінші рет. Вау, күшті болып тұр. Мына жағы таза екен Қапшағайдың ар қала үшін емес, біздің шет жағына келдік, Адамар жағына. Қапшағайдан қайтып бара жатырмыз, енді осы тапшанда отырдық. Қазір енді үйге қайтатын боламыз. Мен күйеуім. Лайк басып қолдау білдіріп отырыңыздар. Мына видеода тұрған менің анашым. Қапшағайдың суына бірінші рет келді. Анамды қуантып, Қапшағайдың суына апардық, Көктөбеге, Шымбұлаққа апардық. Өте күшті керемет қыдырып, анама ұнады, видеоға түсті, фотоға түсті, осындай үлкен суға бірінші рет келіп тұр екен. Алла қаласа барлығымызға шетелде пляжда демалуды нәсіп етсін Алла тағалам. Өте күшті, өте керемет демалыс болды. Әрбір күніміз үшін Алла тағалаға сансыз шүкір. Шүкір етсеңдер арттырамын дейді. Шүкіршілігіміз көп болсын, ризық несібеміз мол болсын. Әдем-әдемі жерлерде қыдырып жүре берейік. Алла қаласы Мальдивте, Дубайда, Балиде, Анталияда пляжда демалуымызды Алла барлығымызға нәсіп етсін. Осы видеоға лайк басқан жандардың барлығына нәсіп етсін. Алдағы уақытта әртүрлі қызықты видеолар түсіретін боламын. Қолдау білдіріп, лайк басып отырыңыздар. Керемет демалыс болған. Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Алдағы уақытта шетелдерде де Алла қаласа демалып қыдырамыз. Сол кезде тоже блогтар түсіретін боламын. Бұл менің каналымның бастамасы. Каналымның дамуына ат салысып, лайк басып, қолдау білдіріп, комментарий жазып отырсаңыздар өте қуанышты болар едім. Әрбір керемет күннен сондай естелік. Как ощущается момент, когда тебе абсолютно неинтересна ничья жизнь, кроме своей, дейді.
саған өз өміріңнен басқа өмір қызықты болмаған кезде өмір қалай сезіледі дейді. Өте керемет сезіледі өмір. Басқаның өмірінде шаруамыз болмасын, әркім өз өмірімен алысып, өз өмірімен айналысу керек. Әркім өз өмірін қызықты етуге тырысу керек. Қолыңызда бардан бақыт жасап алыңыз. Кішкентай нәрсеге қуана біліңіз. Сізге сонда үлкен нәрселер келетін болады, қыздар, жігіттер. Мына отырған менің анам фотоға, видеоға түсіріп отырған сәтімізден. Қараңыздар, су қандай керемет, сезініңіздерші. Табиғат тамаша, табиғатпен тілдесіңіздер, табиғат аясына барыңыздар, өздеріңізді осылай қыдыртып тұрыңыздар. Өмір бір-ақ рет беріледі, сондықтан бұл өмірде біз Алла тағаланың жаратқан барлық әдемі сұлулықтарын көріп, Алла тағаланың нығметін көре білуіміз керек. Билетке, концертке, саяхатқа ақша жұмсаудан қорықпаңыздар. Қартайғанда өміріңізде барған жалғыз жеріңіз, жұмысыңыз ғана болғанынан қорқыңыздар, қыздар. Сондықтан біздің бүгінгі күніміз, ертеңгі тарих, әрбір сәтіміз бағаланбас уақытымыз, біздің сондай құнды әрбір уақытымыз, қыздар, қолымыздағы барымыз үшін, әрбір атқан таңымыз үшін Аллаға сансыз шүкірлер болсын тағы да. Сондықтан әрбір сәтті, әрбір минутты бағалайық, қыздар. Бұл сәттер қайта бізге айналып келмейді. Балалар қайта өседі. Балалар тез өсіп кетеді, сондықтан бұлардың балалық шағы ешқашан қайта келмейді. Сіз тіпті баламен үйде отырсаңыз да, балаңызды қолыңызға алыңыз да қыдырып жүре беріңіз. Менің өзім 4 баламмен бармаған жерім жоқ, Аллаға шүкір, барлық жерді аралап қыдырып жүре беремін. Егер олар өскен кезде шығамын деп отыра берсем, өмір өте береді. Өмір өткен сайын сіз қартаясыз, қартайған сайын сізге ештеңе қызықта болмай бастайды. Сондықтан әр нәрсе өз уақытысымен қыдырыңыздар, жүріңіздер, тұрыңыздар. Осымен всем пока. Біздің бүгін Қапшағайдағы блогымыз аяқталды.